Ona şepçikte жақсы екен. Шепчикте жақсы екен деймін. Иә, арамен кесіп тұрмыз. Опай, неше пегелді. Қысылардағы келіп сестренкаларым менен мастер-класс болып жатыр. Қайырлы кеш, қайырлы түн, қалдарыңыз қалай? Мен телефоным білмеймін, қатып қалып, прямой эфирден вообще шығарып жіберіп жаңа кіріп отқан. Сізбен жарысып тігіп отырмын дейді. Іске сәт. Іске сәт, Айша. Менде негізі көбісі тігінші ау деймін, по-моему. Сөйлеспесем. Неше қалайсыздар? Не істеп жатырсыздар? Тоқсан блок тігу керек, 21 дейді ме саған. Іске сәт, ала берекетін берсін. Тез тігіп алыңыз. Мен деген тігіншілерін тігіп жүргесін. Біраздан тұраққа отырмағасын. Қолым шығып қалады екен. Тіккің келмей, қисалаңдап. Әбден жаман үйреніп кетеді екенбіз тігіншілер. Астында өзі үлкен мына жерде. Қисық кетті дейді. Көздеріңіз қырақ екен. Іске сәт, рахмет. Мен де адам баласымын, менде де минустар болады, менде жаңағындай идеально біліп тумаймын. Мына жерде бізде көбісі маған айтады да, сіздің блоктарыңыз түп-түзеу, анау-мынау дегендер жоқ, менде де қисықтар болады. Менің қазір біріншіден мына бөзім өте жұқа болып тұр, сондықтан нем айналып жатыр құрағым. Абайлаңдар, қолдан тігіп алмаңдар. Міне, осылай мен түзеулеп келтіріп аламын. Главное бізге 12-12 сантиметр құрақ керек. Қайшылар өтпей қалыпты ғой, мақты. Анау жарайды маған пока анау. Ала бер. Өтетін тауы ішіне. Әдемі шықты дейді, рахмет. 12-12 сантиметр құрақ шықты бізде. Жалғап тіккенде мына бір жеріндегілер білінбей кетеді. Мынау глянцевый өзі капризный шамалы, созылмалы келеді. Ондықтан осылай шығады. Бұл жерде біз глянцевый велюр мен матовый велюрді араластырып тіккенбіз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қайсысы бұл жерде глянцевый велюр деп? Жасыл дейді. Негізді мына цвет жасыл сияқты көрініп тұрау, е, сіздерде. Бұл негізі жасыл цвет емес, бұл жерде бары айвори цвет бар, ақ, золотистый цвет бар, және
пудра цвет розовый оттенктің бар. Золотистый глянцевый дейді. Шеті дейді. Жасыл дейді. Барлығыңыз таптыңыздар. Дұрыс таптыңыздар. Именно золотистый цвет бізде глянцевый. Қалғандарының барлығы матовый. Полоскаларды қалай істейсіз? Полоскаларды кәдімгі қайшымен немесе раскройный ножпен қиямыз, болмаса лазерный станокпен қиямыз. Көбіне лазерный станокпен қиятын едім, қазір көшіп қонуыма байланысты лазер станогымыз әлі Ақтөбе қаласында. Ақтөбеде қалады лазер негізі. Алматыдан да тоже лазер аламыз. Ол жақтан да лазерный услуга жұмыс жасайды. Мама бүйіқ әкемен орыстар ұшат жаман. Орыстар ұшат жаман ден. Сары глянц дейді, сары глянцевый цвет бізде. Сіңілілерім, мен қазір ауылдамын, Қызылордаға да цехында жарты машинкаларда кеп қойған едім. Бер айналшықтап сестренкаларым шықпай жүр біздің қасымыздан. Бәрі мастер-класс болып үйретіп жатырмыз. Қыз жасауы қанша болады полный? Полный қыздың жасауы 300 мың, 340 мың, әртүрлі енді. Өзіңіз неше штук аласыз, соған байланысты шығады. 280 мың. Таңдаған көрпеңіздің дизайнына да байланысты болады. Ассалаумалейкум, Алматыдан цех аштыңыз дейді. Жоқ, пока әлі ашқан жоқпыз. Әлі үйімізде ремонт жүріп жатыр. Ремонтымыз біткеннен кейін барып цехқа кірісетін болам. Цехтың жұмысына. Алматыдан цех ашқанда сіздерді арнайы шақыратын боламын, алматылықтарды. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Негізі көрпе жинап құрастырып атқан едім. Мына құрақтың түрі бізге жетпей қалған құрақтары түгел көрпенің. Сондықтан осы көрпені тігіп алып, құрақты тігіп жатыр едім. Назерке деген қыз үйреніп отыр еді, шаршап қалды ма дейді. Ол қазір қалайсыңдар жаңабек? Несін қағазын шығаруға кетті. Қазір қайтып келем деп кетті ғой. Назерке деген қыз. Еще мен сыр прямо эфирге деп отқан жаңа. Сізді сағындық көптен бері шықпадыңыз эфирге дейді. Рахмет, Мереке ханым, қош келдіңіз сыр еліне. Кездесе аламыз ба дейді. Рахмет. Білмедім енді ол жағын. Кездесуге болады. Кездесе. Қисық кетіп қалды ма? Кішкене қисық кетіп қалды. Алдында штатив болғандықтан ыңғайсыз болып жатыр. Алматыға ала берсе 3-4 күнде барамын.
штатив қозғалып селкілдеп тұр, иә, сіздерге де солай көрініп тұр ма? Так, сосын опа, Алматыға көшіп кеттім бе дейді. Алматыға көшіп жатырмыз. Иә. Қырқа берсем болады. Міне, менде де қисық шығады, сіздер айтасыздар, ой, деп түзеу шығады деп. Жоқ, ол бөзге де байланысты екен негізінде. Өте жұқа бөз пайдаланып отырмын қазір. Астында шықты. Мен қалың пайдаланатын едім, ол қалыңымыз бізде қалып қойыпты Ақтөбеде. Сондықтан қолымыздағы барға құрап отырмыз. Заказ қалай жасауға болады дейді. Заказда WhatsApp-қа шықсаңыз болады, немесе Instagram дайректке шықсаңыз болады. Солай заказ бере аласыз. Болмаса келіп, қай қаладансыз келуге мүмкіндік болса, келіп заказ берсеңіз де болады. Осындай құрақ түрі шықты бізде. Бұл мата бізде хамелеон ғой. Бір қарағанда темный болып көрінеді, бір қарағанда светлый болып көрінеді деген сияқты. Есік жабаса, Шайзат тамақтың дауысы қатты естіліп жатыр. Мен құтты болсын бәсе, Алматы деп тұрғанда түсінбей жүргем дейді. Рахмет. Көшің көлікті болсын, қайда жүрсең де аман бол дейді. Лена апай, көп рахмет. Қызылорда қаласынан дейді. Қызылорда қаласынан болсаңыз, Қызылорда қаласындамын қазір, как раз келіп жолықсаңыз болады. Наурыз, Махамбет ауылы деген жерлерді білесіз ба? Киров деп айтады, негізі көбіне сол жердемін. Толықтан көрпені көруге болады ма дейді. Болады. Қазір біз осындай көрпе тігіп жатырмыз. Міне осындай. Әлі көрпені толық жинап үлгермедік. 3D дизайндағы. Ертең дайын болады, Алла қаласа сол кезде толық көрсететін болам. Кеш жарық размер дейді. Негіз мен көбіне құрақтардың размерін 12-12 сантиметр қыламын. Шадрай, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Алейкум ассалам, саламатсыздар ма, сәлем алейкум. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз Алматыға дейді. Көп рахмет. Біраздан бері прямой эфирге кірмегесін көбіңіз естімейде жатқан боларсыздар. Алматы қаласына қоныс аударып жатырмыз. Іске сәт дейді. Рахмет. Ою размері қанша дейді. Бұл көрпедегі ойдың размері 28-28 сантиметр. Не істеді Жакон, өзің тік апын ма? Қазір бачқа келіп алат қағаздарын шығарып ағасын. Нешеуі тігілді? Жаңа қоныс құтты болсын, береке болсын. Әумин, рахмет. Қоныс құтты болсын. Алейкум ассалам. Иә, жақсы көріп тұр. Менің телефоным ғой. Шатын телефон ауыстыру керек. Қуып жүре соңғы кезде телефоным деген. Болды ғой, сезоны біткен шығар. 2 жыл енді болады оған. 2 жыл енді болады. Оны шалып алайын ба десе. 15-15 болғанда размері ойы қанша болу керек размері дейді. Смотря қандай көрпе. 15-15-ке мен 25 сантиметр қылам ойы. Ойы кішкентайлау болады ол кезде.
Ол кезде оюдың бір жағына 2 құрақ түседі. Ал мынау 28 болғасын, оюдың бір жағына 3 құрақ түседі. Именно ана розовыйды несін тастап кеткенімді айтам. Алда үйдесің ба дейді. Я, алдағы үйдемін. Заказ қаншақ дайын болады? Заказ негізі алдыңыздағы заказға қараймыз. Негізі бір ай бұрын заказ бересіз ғой. Қазір біз ноябрьдің уже соңына таман заказ қабылдай жатырмыз. Октябрь толық, ноябрьдің уже 15-нен ары қарай қабылдап жатырмыз. Алматының қай жеріне көшіп жатырсыз дейді. Иншаллах 100% көргім келеді дейді. Көп рахмет. Алматыда ЖК Нұрлы дала деген жерде, сол жерде үй алып жатырмыз. Және сол жерде боламыз. Алтын Орда базарында. Ай, дауысы қатты шығып отыр екен. Май құйылды, бірақ май аз болып қалды. Ертең сол майды да аласың ау деймін. Бір кішкентай несіндегі майды ала салшы, бағана. Қай жерде сатады? Сол не фурнитура жерінде не сататын жерде сатады. Барлық майды наған құйып жүрген ғой біразын. Наурыз айына қажет дейді. Наурыз айына так ноябрь. Әлі біраз уақытыңыз бар. Асықпай заказ беріп қоя берсеңіз болады. Дизайнын таңдап. Бұдан Алматыға барам дегенде қуанып отырмын. Индиранды алып кету керек еді. Индира Гүлдана хабарласам дегенде қылды жаңа. Өзің адамың болған жақсы ғой. Үйренген адамың. Осы жақта біз қалай білейік да деп кеткендегі әндеде ғой. Лазер бар, астыда шығарып береді. Негізі кеше мен Гүлданаға хабарласып айттым ғой. Сол жақтан лазерден шығарып берейін, оюларды сол жақтан тіге бересіз бе деп. Потому что ана жақтан маған лазер іздеу керек болды. Тігетін адам іздеу керек болды. Доставка бөлек болатын. Доставка бізде бесплатно жүреді. 300 мыңнан асса тапсырысыңыз. Кеш жарық осы машинка май тұрған үстіне қия бере ма, әлі тазалық керек пе? Мен өз басым үстіне қия берем. Қатты ескіріп кетсе, енді тазалап алған жақсы болады. Мусорға толып кетсе. Осындай құрақ шықты. Даладан келе жатсың ба? Салқын болып кетті ма, не да? Бағана мен 15-тік нені есіп қойып едім, мынандай розовыйдан. 13-13 сантиметр ұзын полоска ше. Көрдің де ме? Сыртқы чехол болады ма? Болады. Заказ қалай бересіз, солай айтып береміз. Тысы десеңіз, тысын тіп береміз. Мақтасымен десеңіз, мақтасымен. Ай, естімегенсің жоқын. Екі қабатта істейм ба? Қалай істейсің? Екі қабатта істейм ба? Шектен тігілем. Қалайсың дейді. Жақсымын, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Бұрышына жылтырақтан басқа не салуға болады?
Мен өзім қазір велюр салып жатырмын, сосын диск материалын саламын. Әртүрлі кәдімгі велюрдан да сала берсеңіз болады. Главное, бір-бірін ашса болды ғой материал. Сосын көбісі сұрайды да, осы қосып біріктіріп біткенде қалай тігесіз деп, міне осылайына тігеміз. Арасы ашылмайды. Барынша тартып тұрмын, арасы ашылмайды ешқандай да. Жасаудың сыртында чехол болады ма? Чехолды бөлек тапсырыс бересіз. Чехолды ол бөлек. Нені? Так. Мен бұрышты жерінде бірден алып бұрышты бірден Сен анадан бастадың, 22 сантиметр өттен жақын. бірден судан бастадым ғой. Олай. Не oldu? Телевизорға лайфхак жазып. Мен телевизор көріп отырмын үйімде. Так, біреу. Мен шоу тапчыр. Не o? Так. Потом... Гуглама. Bilmiyorum. Bunlar 8 rет қойып. Осы жақтан да тарта берем, ане шола? Телевизорге ма? Иә. Біздің телевизормен лайфхакға бір жабыстаймын. Бір жабысы айырылмайды. Қойш. Не, онда жақсы. Кімге? Маған сен шаңғасын тұрып сыбырлап атқанда аузына былай оймеке қалсай. Ей, жаным ертең деген. Көмектессең деп. Еңбектерімді берем ғой. Шұғылар, әлі шу өтекте береді.